Ассалаумалейкум. Тормозной накладканың біркелкі желінбеуі. Көбісінде болады. Мынау тормозной накладка бір дөңгелекте екеу тұратын болса, мынаусы аз желінеді, мынаусы көп желінеді. Болмаса мына жағы желінбейді, асты жағы көп желінеді, мынау косой болып қалады. Тормоздың дұрыс жұмыс істемеуі. Педальдарыңыз жаңағы бірден басылмайды, бүйтіп басылып келеді да ары қарай жай жібереді. Ол мынау палецтің өзі суппорттың пальцы бос. Основа мен верхний крышкасын бір-біріне жалғап тұрады. Білетін адамдарға мынау основасы болса, мынау верхний крышка болады, мынау бүйтіп жүреді. Верхний крышкасы. Осының дұрыс жүрмегенінен колодка қисық желінеді. Мынау сальнигі сау болу керек. Көбісі накладка ауыстырады да сальнигін ауыстырмайды. Мынау мысалға автоваз и универсальный, мынау мысалға Nexia сальниктары. Колодка ауыстырған кезінде мына палецтің тұратын жері жуылу керек, тазалану керек. Егер де майы таза болса, пыльник жыртылмаған болса, жуылмай просто мынандай смазка салынады. Смазка для суппортов деген бар. Осыны саласыздар. Сол кезде тормозной накладка дұрысынан желінеді. Ұзақ жүреді. Тормозной накладка екі беті бірдей желінетін болса, ол ұзаққа барады. Бір бет тез желініп кететін болса, уже по-любому біреуін ауыстыру керек, екіншісі қақып кетеді оны. Сол үшін мынандай пыльниктарды обязательно қарап отыру керек. Целый, жыртығы жоғын. Одан кейін смазкасын қарап отыру керек. Мынау палецтерде де желінеді мынаның шеті. Сол кезде мынау өзінің несінде втулкасында люфтпен ойнайды. Бұл кезде де дұрыс жұмыс істемейді тормоз. Бұның бәрі бөлек-бөлек сатылады. Ал мысалға Nexia'нікі. Осы үст комплект жүреді. Мынау автоваздікі. Штучный да бар, комплектісі де бар. Мынау автобаз задний. Бұл комплект жүреді. Мынау Nexia'нікі. Задний. Правый, левый болып отдельно комплект жүреді. Ішінде мынандай пружиналары, ограничительдері, фиксатор тарелкалары бәрі бар бұның ішінде. Мынандай палецтер да бар. Автоваздың ішінде де тур сондай комплект болады. Burada екі беті жүреді. Мыналарда бір беті жүреді. Осыларды ауыстырып, мына смазканы дұрысынан салып тазалап қойсаңыздар, ұзаққа жарайды. Тормоздарыңызды жақсы істейтін болады. Кімде мынандай пыльник жыртылған, обязательно жуу керек мынаның ішін. Мынау тұратын гнездоны жуу керек, втулканы. Бамда орналасқанбыз. Азан 11-ден түнгі сағат 12-ге дейін. Vaz, Nexia, Cobalt запчастары бар. Аксессуарлар да бар.